Ассалаумағалейкум қазақ елі, көптен күткен өте маңызды жекпе-жектердің бірі Шавкаттың жеңісі құтты болсын. Бұл жекпе-жекте мен бар ғой, шынымды айтайын, 2 жылға қартайып кеттім, особенно 5-ші раундта бар ғой. Анау Герейн өте мықты жігіт екен, выносливый. Біздің Шавкат 5-ші раундта кішкене шаршаңқырап қалған сияқты белгілі болды да, аударамай қалды, ананша күші жетпей қалды. Анау енді мықты екен. Айтпаса Шавкат қалғандардың бәрін чоқи жетпей өтіп келе жатыр ғой. Анау мықты екен, мойындау керек. Герей молодец. Ендігі бойда мен Шавкаттың нақта күресіне қарап, күресін әлде де пысықтау керек сияқты. Ударкада бәрі жақсы. Күресін пысықтау керек сияқты. Соған мән беру керек та тренерлерше. Ертең Белал қатты күреседі, ол же уайымдап қалатын болдық қой, Белалға қалай болады екен енді деп. Не болса да жеңіс құтты болсын, жеңісті биік төрлерден көріне берсін. Қазақ елі, алға баса берейік. Мына Шавкаттың жекпе-жегін көре алмай шатырым ашылып отыр, кәдімгідей ренжіп отырмын. Заманында мына Головкиннің жекпе-жектерін тікелей эфирден таласып көрсеткен отандық телеарналардың қаны қазақ, жаны қазақ, тілі қазақ Шавкат Рахмоновқа келгендер кежегілер киір тартып, көпшілігінен киірсіп, бірде-бір отандық телеарна соның жекпе-жегін тікелей эфирден көрсетпеген емес. Қазақты көрсетпейтін, қазақ бюджетіне ақшасын ашылған ондай каналдар бізге немене керек өзі? Өз чемпионымыздың маңызды ойынның осындай чемпиондық шешілетін бір төбелесті көрсете алмаған Казспорт алдында бір Ресейдің РПЛ Рубен Кеспет сондай бір футболный ойындарын көрсетіп отыр еді. Жекпе-жек негіз бүгін таңғы сағат 8-де деп еді. Қазір мыңдаған қазақ қана емес, өзбек, қырғыз ағайындар шарт ұрып Шавкатты қайдан көреміз деп көрінген сайттарды ақтарып жатыр. Олимпиад па, өңшең букмекерлер бірдеңелерге ақша төлесін көрсетеді дейді. Сонда мына сраный букмекерлер сатып алған эфирде білдей Казспорт ала алмай қалған ба не? Бір облыс деңгейіндегі канал емес, республикалық каналы, ондай сорлы канал немене керек бізге жалпы? Тфу, кейін тісігіне. Сендер көріп отырсыңдар ма? Қай жерден көріп отырсыңдар? Айтшы,